Ал сен білесің бе? Ащы болса да құмарсың, асыңа қосып тұрарсың. Бұл не? Бұл бұрыш. Бұрыштың отаны ретінде Оңтүстік Азия және де Оңтүстік Америка елдері айтылады. Алқа тұқымдастарына жатады. Тәтті және ашты бұрыш бар. Бұлардың айырмашылығы неде? Бұрыштың өте көп түрі кездеседі. Біз ас үйде ұнтақталған, қара бұрыш, паприка, горох түріндегі бұрыштарды көреміз. Бірақ бұлардың бәрі ботаникалық тұрғыда екі бөлек өсімдік болып табылады. Сіз бұны білдіңіз бе? Ендеше жеке-жеке тоқталып өтейік. Болгар бұрышын басқаша күнделікті тұрмыста тәтті бұрыш деп те айтады. Болгар бұрышы түрі әдемі түрлі түсті жемістерден тұрады. Олар қызыл, сары, жасыл, қызғылт сары, тіпті ақ түсі де кездеседі. Пішіні конус тәріздес. Өлшемдері де әртүрлі. Ең ащы чили бұрыштары кішкентай саусағыңыздың тырнағымен бірдей болса, ең үлкендерінің ұзындығы 20 сантиметрге жетеді. Осы алқа тұқымдастарға жататын өсімдіктің екі тобы тәтті және де ащы бұрыш болады. Бұрыштың ащы болуы оның құрамындағы капсаицинге байланысты. Бұл зат барлық бұрышта кездеседі. Бірақ әр қайсысында мөлшері әртүрлі. Капсаицин мөлшері 0,7-ден 1,9%-ға дейін болады. Тәтті бұрыштарда минималды мөлшерде. Медицинада капсаицинді әртүрлі таңғыштар мен патчтарды жасау үшін қолданады. Осы капсаицин үшін бұл өсімдікті бұрыш деп атаған екен. Бірақ ол картоп, қызанақ, баклажанмен тұқымдас екенін ұмытпауымыз керек. Тәтті бұрыштардың болгар сортынан бөлек молдавандық гогашар және ең тәтті ромеро деген түрлері бар. Оларды балғын күйінде салаттарда қолданады. Ащы бұрыш жаңа піскен, кептірілген, ұнтақталған түрінде қолданылады. Барлық ащы бұрыштар дәмдеуіштер ретінде танымал. Тіпті шоколадтың құрамында да қосқан екен. Біз қазір шоколадтың тәтті әрі қатты болғанына үйренгенбіз ғой. Бірақ үндістер оны дәстүрлі түрде сұйық етіп жасап, құрамына ашты дәмдеуіштер қосқан. Дәстүрлі медицинасында бұрыштың бауыр аурулары мен басқа да асқазан ауруларына асқындыратындығын айтылады. Бірақ ғалымдар оның бауырға еш зияны жоқ екенін дәлелдеді. Бірақ ескеретін тағы да бір жағдай. Бауыр циррозы кезінде қолдануға болмайды. Бұл денедегі ісінуді ушықтырады. Егер ащы тағамды көп жесе, асқазанның шырышты қабығының тітіркенуі мен жедел гастрит болуы мүмкін. Келесі бір түрі қара бұрыш. Барлық бұрыштардың ішінде тек бұрыш тұқымдасынан шыққан нағыз оригинал бұрыш деп айтуға келеді. Қара бұрыш 15 метрге дейін өсетін бұта тәрізді. Жемістері дөңгелек, 20-30 шақты шоғырланып орналасады. Піскен кезде олар жасылдан қызылға дейін өзгереді. Біз білетін қара бұршақтар піспеген жасыл өсімдіктерден жиналады. Бастапқыда ақ түсті болса, кейін сыртқы қабығын алып тастаған соң қара түсті болады. Піспеген кезде дәмі өткір болады. Келесі тағы бір бұрыштың түрі хош иісті бұрыш. Немесе бәрімізге белгілі душистый перец. Бұршақ және ұнтақталған күйінде танымал. Бірақ шын мәнінде ол бұрыш емес. Ол мерт тұқымдасының өкілі. Биіктігі 20 метрге дейінгі ағаштардан алынады. Әлі жасыл, піспеген жидектерден жасалған. Хош иісі құрамындағы пигмент майына байланысты болады. Енді сен білесің бе? Бұрыштың құрамына не кіреді? Ендеше тоқталып өтейік. Бірінші витамин С. Яғни аскорбин қышқылы ең көп мөлшерде болады. А витамині сау тері, әдемі шаш, көздің көру қабілетін жақсарғанын қаласаң, бұрыш жеуге кеңес береді. Дәлірек айтса, құрамында каротин өте көп.
Келесі В тобының витаминдері. Бауыр мен жүйке жүйесінің жағдайын жақсартады. Есте сақтауды жақсаруына, назарды шоғырландыруға көмектеседі. Егер сенде осындай мәселелер болса, онда күнделікті рационға бұрышты қосуға кеңес береді. Құрамында одан бөлек темір, цинк, фосфор, магний, йод, фтор, калий сияқты микро және макро элементтердің өте көп мөлшері кездеседі. Енді тәтті бұрыш жеудің қандай пайдасы бар? Соған тоқталып өтейік. Бірінші пайдасы иммунитетті көтереді. Суық тию, тұмау кезінде бактериялар мен вирустарға төзімділігін арттырады. Анемияның алдын алады, яғни гемоглобинді көтереді. Үшінші, ас қорытуды жақсартады. Бұрыш құрамындағы ферменттер қоректік заттардың асқазанға жақсы сіңуіне көмектеседі. Төртінші, салмақ тастауға таптырмас құрал. Метаболизмді жылдамдатады. Бесінші, ауыз қуысындағы тіс пен қызыл еттің сау болуына көмектеседі. Алтыншы, детокс барысында пайдалы. Құрамындағы жасұнық зияны заттарды ағзадан шығаруға қабілетті. Әсіресе өкпені темекі түтінінен тазартады. Жетінші, гипертония кезінде қанды сұйылтуға қабілетті. Холестерин деңгейін реттейді. Сегізінші, қатерлі ісікке қарсы қорғаныс бола алады. Ал енді зиянына тоқталып өтейік. Асқазан сүлінің қышқылдығы жоғарылаған кезде гастрит, асқазан жарасы тудырады. Бауыр мен бүйректің созылмалы аурулары, гипотензия, жүректің ишемиялық ауруы, брадиатритмия, брадикардемия, жүйке қозғыштығының жоғарылауына әсер етеді, эпилепсияға алып келеді, геморрой сияқты ауруларды ушықтырады. Бірақ біз бұл өсімдікті зиянына қарағанда пайдасы көп екенін ескере отырып, күнделікті тамақ рационына бір бұрышты шикі күйінде қолдануды ұсынамыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл өсімдік сіздің өміріңізде маңызды ма? Әлде бұл өсімдікті сіз ұнатпайсыз ба? Төменге жаза кетіңіз.